Мынау Анна Лиза деген қыз Германияда 1952 жылы туылған қыз. Бұл қыз религиозный семьяда өседі, яғни апта сайын церковьке барып, жаңағыдай молиться етіп отыратын семьяда өседі. 16 жасында түнде аяқ қолы тартылып, скорый шақырады қатты аурумен. Сонымен бұған эпилепсия деген диагноз қояды. Эпилепсияның дәрісін ішіп жүреді, бірақ бұл туберкулезбен ауырып тағы больницаға түседі. Сол кезде эпилепсиясы асқынып кетіп, бұған шизофрения деген диагноз қояды. Шизофрения ауруында видение болады, яғни көзіне әр нәрсе көрінеді, особенно қатты обострение берген кезде бұда приступ ұстайды. Шизофренияның дәрісі әсер етпейді, ауруы асқына береді. Бір күні бұны церковьге апарғанда бұл священная воданы ішпей қояды. Сол кезде әке шешесінде ой пайда болады, бұған жыңғырып кеткен деп. Бұл қызда көзіме демондар көрініп жатыр дейді. Иногда даусы өзгеріп, басқа бір адам сияқты болып сөйлей бастайды. Сонымен әке шешесі аяқ қолын байлап, бұны священникке оқытқысы келеді. Көп священниктер бұны оқуға келіспейді, но арасында табылады, оқысақ оқиық деп. Яғни ритуал экзорцизм өткізейік деп. Сонымен не керек? Бұның ішіндегі жынын шығарамыз деп 5-6 священник 10 ай бойы оқиды. Бірақ одан беті бер қарамайды. Наоборот, күннен күнге азып, тамақ жемей қояды. Дәріні ішкізбей қойған шизофренияның дәрісін. Өйткені ішінде әке шешесі уверенно бір нәрсе бар екеніне, өйткені бұның даусы өзгереді, даусы өзгергенде басқа адамша сөйлейді бұл, басқа адамша өзін көрсетеді, еще видениялары бар. Сонымен 10 айда 76 ритуал өткізеді, бірақ ішіндегі жынын шығара алмайды. 10 айдан кейін бұл түнде төсегінде аяқ қолы байлаулы өледі. Тексеріс үстінде бұның азып кеткенін, от истощения өлгенін біледі. Бұның су ішпей қойған, тамақ жемей қойған, шизофренияның дәрісін вообще бермеген, өйткені уверенно, что бұның ішіне жыңғырып кеткеніне. И солай бұл өлгеннен кейін бұның әке шешесін және 5-6 священникті соттайды. Хотя бы 10 күн бұрын бұның айтқан кезде бұның жағдайы осындай қиын болып жатыр деп. Бұны докторлардың айтуы бойынша шизофренияның дәрісі құтқарар еді дейді. Осы қыз туралы кинода шыққан «Шесть демонов» Эмили Роуз деген, и сол кезде бұның анасы интервью берген ғой, бұның қалай өткізгенін бәрін айтып берген ғой. Сол жөнінде кино түсірген ғой, на реально события қой. Сол кезде мамасы мен өкінбеймін деген ғой. Өкінбеймін мен, что ритуалдар өткізгеніме, потому что мен уверенамын қызымның бойына жыңғырып кеткеніне деп айтқан.